Ассалаумағалейкум құрметті отандастар, біз бүгін түркілердің шығу тарихы жайлы әңгіме жүргізетін боламыз. Түркілердің шығу тарихы туралы жазба деректерді мынадай кітаптардан оқып білуге болады. Махмуд Қашқаридың Дивани Лұғат ат-Түрк кітабы, Рашид ад-Дин Фазлуллах Хамаданидің Жамиғ ат-Таварих, яғни тарихтар жинағы кітабы, Шараф ад-Дин Али-Яздидің Тарихи Жахангир кітабы, сондай-ақ Ақтан Сопы Құтыптың Біздің тарих кітаптары. Осы еңбектердің барлығында жалпы адамзаттың да, солар қатары түркілердің де Топан суынан кейін Нұх пайғамбардың 3 ұлынан тарағандығы айтылады. Мысалыға Тарихи Жахангирде келгеніндей, Топан суынан кейін бүкіл жер беті Нұхтың иелігінде болғандықтан, кейіннен Тұран деген атауға ие болған жерлерді Жапастың еншісіне берді. Ол Нұхтың ең үлкен ұлы болатын. Сосын Нұх алейхиссалам Иран жерін Самға, одан соң Хиндустанды, Африканы Хамға берді. Солайша жер бетіндегі барша халықтар Нұхтың осы 3 ұлының ұрпақтарынан тарайды. Сондықтан Жапасты Абу аль-Турк, түріктің әкесі деп атайды, ал Самды Абу аль-Ажам, Ажамның әкесі, Хамды болса Абу аль-Хинд, Хиндтің әкесі деп атайды. Махмуд Қашқаридың Дивани Лұғат ат-Түрк, түркі тілдерінің сөздігі атаулы кітабының түркі тайпалары және таралуының баяны жайлы атаулы тақырыбында былай деген: түркілер асылында негізі шығу тегі бойынша 20 тайпа. Олардың барлығы Нұх пайғамбардың ұлы болып табылатын Жапастың ең үлкен ұлы түркке барып тіреледі деп баяндалған. Жоғарыда айтылғандай, Нұхтың ұлдарының ең үлкені Жапас еді, және ол пайғамбарлық дәулетіне ие болған. Сондай-ақ түркі тайпаларынан шыққан барша патшалар мен хандардың шежіресінің бастауы оған барып қосылады, яғни содан тарайды. Сосын жер жүзін Нұхтың ұлдарынан тараған ұрпақтар жайлаған кезде, құдіретті күшті Алла тағала олардың ділдеріне, көкейлеріне аян беріп, олардан тараған әрбір ұрпақ тайпа мен әулеттің ортасында патшалықтар құрып, ел басқаруға қатысты көркем заңдар мен әдемі қағидалар және әдет ғұрып пен салт дәстүрлер пайда болып қалыптасады.